Сәлем достар, бүгін біз кешкі асқа осындай тефтели жасайтын боламыз. Өте керемет, дәмді болып шығады. Жасап көрсеңіздер болады. Мен гарниріне пюре жасадым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызша жасасаңыздар болады. Видеоны соңына дейін қарап кетіңіздер. Бізге керекті заттар: ең бірінші фаршымызды, жарты келі фаршымызды алып, оның үстіне жартылай піскен бір кесе күрішімізді саламыз. Күні бұрын пісіріп аламыз күрішімізді. Одан кейін блендердан ұнтақтап туралған пиязымызды саламыз. Одан кейін бір жұмыртқамызды салып, тұзымызды, бұршымызды салып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін осындай формамызға, духовканың формасына осылай шарик сияқты дөңгелетіп барлығын саламыз. Егер қолдарыңызға жабысып жатса, сулап алсаңыздар болады. Барлығын жасап алғаннан кейін духовкаға салып аламыз. Мен қуырмаймын, осылай духовкаға 180 градуста 35 минутқа салып пісіріп аламын. Одан кейін осылай пісіп алып шығарып қоямыз. Одан кейін біз бір сәбізімізбен бір пиязымызды осылай турап, үккіштен өткізіп, қазанымызға кішкене майымызды құйып, жақсылап шыжғырамыз. Шыжғырып жатқан кезде бір қасық тұзымызды, бір қасық шекерімізді салып, одан кейін 2 кішкентай қасық томатымызды салып, тағы да жақсылап шыжғырамыз. Міндетті түрде томат салғаннан кейін жақсылап шыжғандарыңыз дұрыс. Өйткені томаттың қышқыл дәмі шығып кетеді, егер шыжғырмасаңыздар. Одан кейін қайнаған суымызды құямыз. Суымыз қайнатып, одан кейін жаңағы дайын болған тефтелейімізді барлығын осы суға саламыз. Барлығын салғаннан кейін астын басып 15 минутқа қайнатып, кішкене астын басып қойып қоямыз. 15-20 минуттан кейін дайын болады. Өздеріңіздің қалаған гарниріңізбен беруге болады. Өте оңай, керемет болып жасалады. Жасап көрсеңіздер болады. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетіңіздер.